Сәлем сұлулар, бүгін сіздермен кез келген тәтті торттарымызды әсемдеуге арналған вафельный крошки жасайтын боламыз. Ол үшін бізге салқын ақуызымызға қажетімізше сахарный пудрамызды салып, жақсылап венчигіміздің көмегімен әппақ ақ көпіршік болғанша араластырып аламыз. Енді дәл осы массамыздың үстіне ерітілген сары майымызды құйып, тағы да венчигіміздің көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Дәл осы массамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, осылай қоймалжың болғанша біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді лопаткамыздың көмегімен пергамент бумагамыздың үстіне массамызды жұқалап жайып шығамыз шпателіміздің көмегімен. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 2-3 минут пісіріп аламыз. Міне, біздің вафельный крошкамыз дайын. Дәл осы рецепт түрімен сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Назарларыңызға рахмет, келесі видеода жолыққанша.